Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 110-ші сабақ 13-ші сабақ. Бөлшектер аралас сандар. Ақауы бар шүмектен күніне шамамен 10 литр, яғни 1 шелек су ағып кетеді. Бір аптада қанша су босқа ағып кетеді? Бір айда ше. Бұл табиғатқа қандай зиянын келтіреді? Егер 1 метр куб суық су 70 теңге тұратын болса, онда шүмектегі ақаудың отбасылық бюджетке қалай әсер ететінін есепте. Яғни бір күнде 10 литр су ағып кететін болса, 7 күнде бір аптада 70 литр, яғни 7 шелек су ағып кетеді екен. Бір айда 290-310 литрдей су ағып кетеді. Бұл отбасылық бюджетке өте орасан зиян келтіреді екен. Екінші, тапсырманы орында бөліктердің жалпы санын бөлшектердің қосындысы түрінде жазамыз. Яғни 6-дан 6 тең 1 екендігін біле тұра, 1 қосу 6-дан 1 тең 1,6-дан 5 түрінде жазуға бола ма? Яғни болады екен. 6-дан 6 қосу 6-дан 5 тең 1 қосу 6-дан 5 тең 1,6-дан 5 болады екен. Екінші, сызбада 3-тің неше үлесі белгіленген? Бұрыс бөлшек түрінде жаз. 3-тен 5 тең 3-тен 3 қосу 3-тен 2, 1 қосу 3-тен 2, яғни 1 қосу 3-тен 2 болады екен. Сызбада 3-тің 5 үлесі белгіленген. 3-тен 5. Екінші, суреттерді пайдаланып аралас сандар жаз. Яғни біздерде суреттер белгіленген. 1,2-ден 1, 4,2-ден 1. 2,4-ден 3. Әсі аралас сандарды бүтін сан мен бөлшектің қосындысы түрінде жаз. Яғни 5,9-дан 6, 5 қосу 9-дан 6. 7,42-ден 13, 7 қосу 42-ден 13. 4,11-ден 5, 4 қосу 11-ден 5. 87,9-дан 7, 87 қосу 9-дан 7. Қосу және азайту кезінде бүтін бөлшекті бүтін бөлікке қосады, азайтады. Бөлшекті бөлшекке қосады, азайтады. Үшінші тапсырма. 5 қосылған 2,8-ден 3 бізде болады 7,8-ден 3. 12,15-ден 8 тең болады 15-ден 8. 10,3-ден 4 азайтамыз 7, 3,3-ден 4. 4,9-дан 1 қосу 3,9-дан 4, 7,9-дан 5 шығады екен. 4,6-дан 1 қосу 10, 14,6-дан 1. 7,7-ден 5 азайту 4,7-ден 3 тең 3,7-ден 2-ге тең болады екен. Бесінші тапсырма. Сан сәулесін сыз бірлік кесінді ретінде дәптердің 6 төркөзін ал. Сан сәулесінде 6-дан 2, 6-дан 4, 1,6-дан 1, 1,6-дан 3 сандарын белгіле. Яғни, бізде сан сәулесін сыздық. Сан сәулесінде біз 6 төркөзін алып, осы сандарды белгілейміз. Екінші, сан сәулесін сыз бірлік кесінді ретінде дәптердің 10 төркөзін ал. Сан сәулесінде бірден кем және бірден артық сандарды белгіле. Бөлшектерді жаз. Яғни, бірден кем 10-нан 7, 10-нан 4, бірден артық 1,10-нан 3, 1,10-нан 7 сандары екен. Алтыншы есеп, есептеулерді орында. 19-дан 18 азайтамыз, 19-дан 7 қосамыз, 19-дан 3. Яғни, бөлімдері өзгеріссіз қалады, алымдарын азайтып қосамыз. 19-дан 14. 11-ден 9 азайтамыз, 11-ден 3 азайтамыз, 11-ден 2. Бөлімдері өзгеріссіз 11, 11-ден 4 болады екен. 15-ден 11 азайтамыз, жақшаның ішінде 15-ден 3 қосу 15-ден 7, 15-ден 1 қалады екен. Жетінші есеп. Есептің шешуін өрнек түрінде жаз. Каспий теңізіндегі итбалықтарды сақтау үшін оларды шабақтармен қосымша қоректендіреді. Бүгін оларға қорек ретінде шабақ балықтар дайындалды. Таңертең итбалықтар дайындалған шабақтардың 12-ден 5-ін, күндіз тағы 12-ден 4 бөлігін жеді. Итбалықтар қанша бөлік шабақ жеді? Яғни, таңертең 12-ден 5 бөлігін, күндіз 12-ден 4 бөлігін жеді белгісіз. 12-ден 5 қосу 12-ден 4, 12-ден 9. Итбалықтар 12-ден 9 бөлік шабақ жеген екен.
Екіншісі, 1984 жылы Каспий теңізінде 380 мың 100 итбалық есепке алынды. Қазіргі уақытта оның 3/1 бөлігі ғана тіршілік етеді. Теңізде қазір қанша итбалық бар? 1984 жылы 380 мың 100 мың 100 итбалық өмір сүрген, қазір 3/1 бөлігі ғана бар. 380 мың 100-ден бөлеміз 3-ті, 126 мың 700 итбалық қалған екен, қазіргі таңда. Үшіншісі, айлақта 6 түсті қызыл құтқару қайығы бар. Бұл барлық қайықтың 3/1 бөлігі, қалғандары көк түсті. Айлақта барлығы қанша құтқару қайығы бар? Яғни барлығы белгісіз, қызыл түсті 6 құтқару қайығы, бұл 3/1 бөлігі. Көк түсті қайық қанша? 6-ға 3-ті көбейтеміз, 18 қайық. Барлығы 18 қайық бар екен. 8-ші тапсырма, ойлан және жауап бер. Цистернада суғару үшін құйылған 60 литр су бар. Күнде таңертең өсімдіктерді суғаруға 6 тонна су алынады. Ал кешке 4 тонна су қайта құйылады. Неше күннен кейін кешке цистернада 20 тонна су болуы мүмкін? 60-тан азайтамыз 6-ны, қосамыз 4-ті, 58 тонна. 60 тонна азайтамыз 58 тоннаны, 2 тонна күнне, 20-ны көбейтеміз 2-ге 40 тонна, 20 күнде 60 тоннадан азайтамыз 40 тоннаны, 20 тонна. Жауабы 20 күннен кейін кешке цистернада 20 тонна су болады екен. 9-шы тапсырма. Санды санын бүтін және бөлшек бөліктерінің қосындысы түрінде жазамыз. Яғни қосындысы түрінде жазу үшін 3 бүтін 5-тен 4, 3 қосу 5-тен 4. 8 бүтін 10-нан 7, 8 қосу 10-нан 7. Дәл осы түрде әрі қарай есепті жалғастырамыз.